Мақпал Жүнісова өзінің Instagram парақшасында 9 мамыр күні әкесіне арнап жазбарына. Бүгін 9 мамыр біздің асыл әкеміздің туған күні, топырағың торқа болсын әкешім. Жетектеп Алматыға келіп үлкен әнші боласың деп үміт артқан едіңіз. 3 сыныптан интернат 9 жыл жатақханада. Енді бір пәтер алып қуанып едім, ол қуанышта ұзаққа бармады. Сіздің еңбек сіңірген артист қызыңызды бір бастық ғашықпын деп қамап тырп еткізбеді әке. Сіздің еңбек сіңірген артист қызыңызды бір бастық ғашықпын деп тырп еткізбеді әке. Әлі күнге азабын арқалап келем, әттең өзіңіз болғанда қызыңызды қорлауға жол бермес едіңіз, бір кем дүние, деді Мақпал Жүнісова. Егер видео ұнаса, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоны ұсынған Айс KZ каналы.